Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасымен облыстағы әлеуметтік аз қамтылған және көпбалалы отбасыларға деген көмек айтарлықтай өзгереді. Ең төменгі күнкөріс деңгейінен кедейлік шегінің деңгейі 50%-дан 70%-ға дейін ұлғаятын болады. Мәселен, бұл көрсеткіш 14.849 теңгені құраса, енді 20.789 теңгеге дейін артпақ. Предусмотрено, во-первых, бәріміз естігендей, әлеуметтік аз қамтылған және көпбалалы отбасыларда және табыс деңгейі төмен жанұяларға әлеуметтік қолдау жақсарады. Біріншіден, ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасынан шекті мәнді ұлғайту көзделген. Бұл отбасының табысы болып табылатын төленетін әлеуметтік көмектің мөлшері мен шекті мәні айтарлықтай ұлғаюын білдіреді. Бұрын біз балаға бүкіл отбасының табысынан ақы төледік, бірақ бұл аз қамтылған отбасы және атаулы әлеуметтік көмекке үміткер болу керек еді. Бұл мөлшер әрбір балаға 20.789 теңге мөлшерінде белгіленеді. Ал осы отбасының ересек мүшелеріне шекті мәннен белгіленген табыстың айырмасымен осы отбасының нақты табыстары арасында қосымша ақы түріндегі табысқа байланысты бұл қосымша ақылар болады. Бүгінгі таңда заңға сәйкес мүгедек баланы тәрбиелеп отырған ата-аналарға төленетін жәрдемақы және бала кезінен бірінші топтағы мүгедек күтіміне байланысты жәрдемақы мөлшері 31.183 теңгені құрайды екен. Елбасының тапсырмасымен 2019 жылдың 1 шілдесінен бастап бұл көрсеткіш 30%-ға өседі. Облыс бойынша ай сайынғы қаржыландыру 103 миллион теңгені құрап 41.578 теңгеге дейін жетпек. Облыс бойынша бүгінгі күні мүгедек баланы тәрбиелеп отырған ата-аналарға төленетін жәрдемақы алушылар саны 1997, ал бала кезінен бірінші топтағы мүгедектің күтіміне байланысты жәрдемақы алушылар саны 490. Жалпы 2487 жәрдемақы алушы бар облыс бойынша. Бұл енді осы аталған жәрдемақы мөлшерін 2019 жылдың 1 шілдесінен 30%-ға арттырса, ол 41.578 теңгені құрайтын болады. Онда ай сайынғы қаржыландыру мөлшері шамамен 103 миллион теңгені құрайтын болады. Яғни 25 миллион теңге ай сайын қосымша қаражат қажет болады. Бір жылдық ол 1.086 мың теңгені құрайтын болады. Бұл жәрдемақыны барлығы да республикандық бюджеттен қарастырылып жатыр, содан төленетін болады. Азаматтарға арналған үкімет корпорациясы аналарға төленетін жәрдемақылардың 40 түрін іске асырады. Бүгінгі күні облыс бойынша бала күтіміне 1 жасқа дейін алатын аналардың саны 6406 адамды құрайды. Начинается вообще-то с беременности и родов. Первое, что мы плачем пособие по беременности и родов. Жүктілікпен босанудың бірінші біз құжатымен алғашқы жәрдемақы жүктілік кезінде беріледі. Әлеуметтік сақтандыру жүйесінің қатысушы болып табылатын азаматшаларды жүктілік басталған кезінше тиісінше жәрдемақы, сондай-ақ егер бала асыралып алынса да жәрдемақы алады. Ақпан айында 291 адамға 97,5 миллион теңге төленді. Содан кейін бала тууға жәрдемақы төленеді. Наурыз айында бұл санат бойынша 573 адам құрамақ. Бірінші, екінші және үшінші бала үшін жәрдемақы мөлшерінде 95.950 адам жоспарланған. Төртінші және одан әрі 159 мың теңге. Келесі жәрдемақы баланы 1 жасқа дейінгі күтімге төленеді. Следующее пособие по уходу за ребенком. Облыста атаулы әлеуметтік көмекті жеңілдету үшін аудандарда электронды әлеуметтік карталарды қалыптастыру көзделген. Жаңа өзгерістер нәтижесінде атаулы әлеуметтік көмекті 3225 отбасы, яғни 11527 адам, соның ішінде 6708 бала алатын болады. Гүлімжан Қайырбекова, Азамат Елубаев, Первый Северный.